Сәлем достар! Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ эсседегі сөз санына қатысты. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Егер де сіздің эссеңіз 300 сөзден тұратын болса, кіріспеңіз 90 сөзден тұруы шарт. Негізгі бөлімде 180 сөзбен шектелесіз, ал қорытындыда 30 сөз жазсаңыз жеткілікті. Назарларыңызға «Мен мұғалім боламын» тақырыбындағы эссе ұсынылып отыр. Жұмыстың шартты түрде сөз саны 300 болуы керек. Сәйкесінше кіріспе бөлім 30%-ды құрайтын болса, 90 сөз болуы керек. Экранның сол жағына назар салсаңыздар, 90 сөз екені көрініп тұр. Әрі қарай 2-ші, 3-ші, 4-ші абзац бұл бізде негізгі бөлім. 180 сөзден тұруы шарт. 178 сөз, яғни бізге 2 сөз қосуымыз керек. Осы сезімнің шарайнасы сынса, қанша білімді болсақ та шәкірт жүрегіне жол таба алмаймыз құрбым. Соны ұмытпайық деген. Сөйлемді жазсақ. Енді тексеріп көрейік. Экранның сол жағына мән берсек, 180 сөзден тұр. Қорытынды бөлім 10% болғандықтан ол 30 сөзден тұру қажет. Тексеріп көрейік. 31 сөз болып тұр. Бір сөзді алып тастауымыз керек. Мен шәкірттерімнің жақсылығын асырып, жамандығын жасыратын, қиналғанда тіреу болатын досы боламын. Жабырқаған сәтте жұбатып, қуанғанда жанынан табылатын ана, әрқашан ақыл кеңес беретін әке боламын. Ең бастысы, мен саналы шәкірт тәрбиелер ұстаз боламын. Осы жерде әрқашан сөзін алып тастауға әбден болатын сияқты. Сөз санын тексерсек, 30 сөзді құрап тұр. Алайда байқасаңыздар, мына тұста боламын, және 3-ші сөйлемде де боламын сөздері қайталанып тұр. Бұл сөзді басқа сөзбен алмастыруымыз керек. Сіздерге тапсырма. Дәл осы боламын сөзін қай сөзбен алмастырар едіңіз? Комментарийға жаза кетіңіз. Ал жалпы сөз санын қарайтын болсақ, экранның сол жағында көрініп тұр, 300 сөзді құрап тұр. Ал мұнда 303 деп тұрған жері тақырыппен қоса алғандағы сөз саны. Сөз санының нақты болуы ойыңыздың жинақылығына ықпал ететіні сөзсіз. Сондықтан нақтылықты қаласаңыз, дәл осы сабақты көруге міндеттісіз. Келесі сабақ бұдан да қызық болмақ. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар!